Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадный глазур жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге 6 ас қасық сүт. Сүттің проценті маңызды емес, мендегі 3,2% сүт. 6 ас қасық қант. 2 ас қасық какао. Барлығын араластырамыз. Енді отқа қоямыз. Жақсылап түйіршіктер қалмайтындай етіп араластырамыз. Міне осылай жайлап қайнай бастағанда сары майымызды салып жібереміз. Майды салғаннан кейін шамамен 1-2 минуттай ерігенше қайнатамыз. Көп қайнатып керек емес. Глазур дайын болды, оттан өшіреміз. Басында осылай сұйық болады, кейін жайлап қою бола бастайды. Міне араластырып жатқан сайын қою болып, қоюланып келе жатыр. Енді осы глазурды бөлек ыдысқа құйып, салқын жерге қалдырамыз. Дайын болған глазурды пирожныйларға, торттарға, кез келген капкейктарға қолдана берсеңіздер болады. Қараңыздар, менде шамамен 1 сағаттай ғана тұрды. Соның өзінде глазур қою. Тұрған сайын қоюлана түседі. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып отырыңыздар.